Партизан Қасым Қайсеновпен сұхбат. Әдебиет портал КЗ сайтынан алынды. Қасеке, өміріңіздің ең ауыр кезеңі соғыс жылдары. Мұнда жолым болды дей аласыз ба? Соғыста өмір мен өлім ғана болады. Егер аман қалсаң, жолың болғаны да. Фин соғысы басталып, мені де майданға жіберді. Бұл 1939 жылдың қыс еді. Мәскеуге барған соң диверсиялық барлау мектебіне алындым. Аса құпия мектеп болуы тиіс. Хат жаздырмайды, хат талдырмайды. Әрі мектептің қай жерде екенін де, көшесін де білмеймін. 2 жыл оқытқан мұғалімдердің аты жөнін де білмеймін. Шетелде ондаған жылдары бойы кәнігі барлаушылар ғой. Ол мектепте оқудың өзі қиын. Сондай мамандардың қолына түсіп, тәлім алғаным жолымның болғаны ғой. Әлгілердің берген білімі, үйреткен әдіс айласы арқасында жаумен бетпе-бет кездескенде жекпе-жекте жеңіліп көрмедім. Айқастарда аман шығып отырғаным сол мені оқытқан 20 шақты барлаушылардың көмегі шығар деп ойлаймын. Сөзіңізге қарағанда сізді әу бастан-ақ ашық майданға емес, жау тылына, диверсиялық әрекеттерге дайындағанға ұқсайды. Жау тылына қалай және қашан бардыңыз? 1941 жылы қараша айының 19 күні Днепрдің оң жағындағы Богуслав деген қаланың маңындағы қалың орманға парашютпен түстім. Мен оқыған құпия мектепте болашақ партизан отрядының командирлерін дайындаған екен. Бітіргендері әр майдан штабтарына бөлген көрінеді. Мен оңтүстік батыс майдан жанындағы партизандар қозғалысы штабына жалғыз бардым. Бұл штабтың жау тылына жөнелтуге дайындап жатқан өз адамдары бар екен. Диверсиялық әрекеттер жасауға қабілетті. Бір мамандықты игерген бар жоғы 10 адамды басқарып алғаш рет жау тылына аттандым. Парашютпен жау тылына түсу оңай емес. Табанымыз жерге тиген сәттен бастап қалың шаудың ортасындамыз. Күндізде, түнде де айналамыздың бәрі жау. Жау тылына жеткенде бізбен енді көрместей қоштасып қалады. Біздің алдағы халімізді осыдан-ақ біле бер. Қалың орман қаптаған шаудың ортасында қалған 23 жасар қазақ жігіті мына сіз алғашқы күндері не күйде болдыңыз? Жау тылына орманға түскеннен-ақ фашистер листовка тастап, беріліңдер деп бізді айналдыра бастады. Бізді көп адам деп ойласа керек. Сол екі арада 10 адамның біреуі қашып кетіп, қиын болды. Енді фашистер біздің санымызды да, қандай топ екенімізді де, кім басқарып келгенін де, қандай қару-жарағымыз бар екенін де біледі. Мақсатымыз жау тылында партизан отрядтарын ұйымдастыру, жеке дара жүрген шағын топтардың басын біріктіру, орталықпен байланыс жасау болатын. Әйтпесе, 10 адаммен бүкіл жауды қырып тастау мүмкін емес қой. Қашып кеткен сатқының кесірінен сырымыз мәлім боп, 4-ші күні қоршауда қалдық. Партизандық өмірімнің алғашқы ұрысы, бетпе-бет шайқасы осылайша басталды. Кешке дейін атысқанда Борис деген пулеметші орыс жігіті екеуміз ғана тірі қалдық. Фашистердің де біразын жайраттық. Қас қараюын күттім. Қасымдағы жігіт ауыр жаралы, жүруге шарамайды. Қараңғы түнде Днепрді бет қалып, қансырап, әрең жатқан адамды плащ-палаткамен сүйретіп қоршаудан өттім. Қоршаудан құтылып, Днепрге жақындай бергенде жаралы серігім қайтыс боп кетті. Оны жерлеуге менде уақытта болмады. Сүйреп әкеп, бір шарға жатқызып, плащ-палаткаға орып, бетін көлеңкелеп кетуге ғана шамам келді. Сол жолы орманда 10 шақты күн жалғыз жүрдім. Жау тылында әр жерде күні бұрын белгіленген, астыртын кездесетін орындар бар екенін білетінмін. Солардың бірін іздеп тауып, Примак дегенмен кездестім. Біраз уақыт сол Примакпен бірге жүріп, астыртын аудандық комитет, астыртын обкомның көмегімен Киев, Полтава жерінде Чапаев атындағы партизан құрамасын ұйымдастыруға қатысып, содан кейін сол құраманың полк дәрежесіндегі бір отрядын басқардым. 2,5 жылда Днепрдің оң жағында, сол жағында, жау тылында не бір қырғын майдан жасадық. Соның бәрі қазір ертегі секілді. Талай қиында, қатерлі шайқастар болды. Айта бастасаң, тау салмайды екенсің. Қасеке, дегенмен сіздің партизандық жолыңыздың аса бір елеулі оқиғасын айтпасқа болмайтын тәрізді. Днепрден өту Ұлы Отан соғысы тарихында ең ірі әрі шешуші шайқастардың біріне жатады. Совет армиясының шабуылын тоқтату үшін фашистер ол шепті Днепрдің оң жағалауын алынбас берік қорғанға айналдырғысы келді.
Сондықтан Днепрдің ұзына бойы қан майданға, қырғын соғысқа айналған рас қой. Сіз сол қырғынның бел ортасында жүріп, арғы бетке алдымен өткендердің қатарында болыпсыз. Солай емес пе? Ол кезде партизан құрамасының үлкен бір отрядының командир екенімді әлгінде айттым. Совет армиясы Днепрге жақындағанда біздің құрама осы өзеннің оң жағында, жау тылында жүрген еді. Совет армиясына қосылу үшін біз Днепрдің сол жағына шығып үлгердік. Сөйтіп, 1943 жылы қыркүйек айының ортасында өзіміздің тұрақты армиямен кездестік. 43 жыл Совет армиясының тегеурінді шабуылымен Днепрге жеткен кезі ғой. Жау Днепрдің арғы бетіне мықтап бекініп алды. Біздің мақсат қайткенде де Днепрден өту. Жаудың мақсаты қайткенде де тоқтату. Днепр өзені нағыз қыл көпірге айналды. Сіздің кітап сөреңізден маршал Жуковтың естелік кітабын қолыма алып отырмын. Ставка 43 жылдың 9 қыркүйегінде Днепрден алдымен өткендерді Кеңес одағының батыр атағына ұсыну туралы алдын ала бұйрық шығарыпты. Сөйтіп, Днепрдің арғы бетіне алдымен өткен әрбір адам батыр атағынан дәмелі болса керек. Қалқам, мұндайда батырлықтан гөрі өз басыңның амандығын алдымен ойлайсың. Маршал Жуковтың кітабынан келтірілген үзіндіде айтылғандай, танк армиясының механикаландырылған бөлімдері алдымен жетіп, көпір салатын бөлімдер, саперлер, тағы басқалары кейін қалып қойған. Ерте келген танкистер бізден көмек сұрайды. Днепрдің оң жағалауы биік, қыратты болатын, ал сол жағы жадағайлау еді. Оң жаққа өтіп бекініп алған фашистерге сол жаққа оқ ату оңай. Танк бөлімдерінің Днепрден тез өту үшін біздің құраманың партизандары қайткенде де арғы жағалауға өтіп, жаудан аз да болсын жер тартып алып, плацдарм жасауы керек. Бұл іске құрамадағы 6 отрядтың біреуі баруы тиіс болды. Құрама басшылары не ойлағанын кім біледі? Бұл ажалға жұмсағанмен бірдей еді. Әйтеуір құрамадағы 6 отряд командирі ішінен мені таңдады. Менің отрядымдағы партизандардың көпшілігі Днепрдің арғы, бергі жағындағы селолардың тұрғындары. Мені таңдауға бір жағынан сол себеп болды ма, әлде қазақ болғандығым ба, кім білсін. Мен өз отрядымнан таңдап 120 адам алдым. Совет армиясы бөлімінен 500 адам береміз деді. Мен өз отрядыммен қыркүйектің 21-нен 22-сіне қараған түні Днепрден қол қайықпен өттім. Оң жақтағы тау қабырғасына салынған Григорьевка деген селоны түн ішінде басып алдық. Бүкіл әскеріңізбен бе? Қайдағы әскер? Адамдардың жартысы суға батып кетті. Атыста жер жастанды. Днепрдің бойын бомбалап, арғы беттен атқылап, өзеннің суын шарасынан астырып жатыр. Аман қалғандарымыз арғы жағаға шығып, салған бойда әлгі селоға кірді емес пе? Бұдан кейін бөгелместен көршілес тағы 2 селоны босаттық. Сіздер селоны басып алғанда немістер ұйықтап жатыр ма еді? Жоға, айнала атыс. Бізге шегінер жер жоқ. Сол 2 ортада, сол жақ беттегі әскердің бір офицері маған телефонмен айғайлады. Селоны сағат 12-ге дейін ұстап тұрыңдар. Соға дейін біз Днепрден өтіп үлгереміз, дейді. Біз шамамен сол 12-ге дейін селоны ұстап тұрдық. Бірақ отрядтағы адамның бәрінен айырылдық. 20 шақтаған адам қалдық. Сөйтіп тұрғанда фашистер бізді бомбалай бастады. Келесі күні Совет армиясы бөлімдері Днепрден өтіп, біз басып алған Григорьевка селосына да жетті. Тарихта Букрин плацдармы деген атау бар. Ұлы Букрин және Күші Букрин деген 2 селоға байланысты аталған. Днепрдің төменгі ағысында Киевтен төмен қарай 100 шақырым. Григорьевка және бұған қосымша 2 селоны алу арқылы Букрин плацдармына жол салған біз едік. Қасеке, тағы да Жуковтың кітабынан үзінді келтірейін. Днепрден өткендегі шабуылда көрсеткен жан қиярлық ерлігі, асқан табандылығы үшін 2,5 мыңға жуық солдаттарға, сержанттарға, офицерлер мен генералдарға Кеңес одағының батыр атағы берілді. Апырау, Қасеке, сол тізімде сіз неге жоқсыз? Маған тиесілі деген батыр атағын кейін өзімнің Карпаттағы командирім болған Тканько алды. Ол бізге Днепр бойында 20 адаммен парашютпен түскен десант болатын. Сол біздің арамызда жүріп, Днепрдің бергі бетіне бірге өткенбіз.
Кейін мен өз отрядымен Днепрдің арғы жағасына өткенде ол бармай, құрамада қалған. Біздерді тірі қалды деп ешкім ойламаған. Григорьевка селосының алынғанын, пластарым жасалғанын естіп білген Тканько, Харьковтегі майдан штабына барып, әскери кеңестің мүшесі Хрущевтың қабылдауында болады. Днепрден өткен партизандар отрядының командирмін дейді. Сонымен қысқартып айтқанда, батыр атағын сол Тканько иеленіп кетті. Мен де батыр атағына ұсынылған болуым керек, бірақ бұдан кейінгі партизандық жолыңызды қысқаша шолып өтсеңіз қайтеді? Ел білсін, 1000-нан аса адамы бар партизан отрядын басқарған қазақ командирі өзіңіз ғана ма деймін. Днепрден кейін 20 шақты адамды парашютпен Молдавия жеріне тастады. Мұнда партизан отрядын құрып, тылда жаумен соғыстық. Содан кейін 44 жылдың басында тағы да 25 адамды 3-ші рет Румыния жеріне түсірді. Румынияның Плаешти деген мұнайлы ауданы бар. Фашистер пайдаланбауы үшін біраз мұндай базаларды өртедік, қираттық. Сол 25 адамның тірі қалған үшеуміз Совет армиясына қайтадан қосылдық. Бізді демалдырып емдегендей болды. 4-ші рет 44 жылдың маусым айында бізді тағы да парашютпен Карпат тауына тастады. Осында Закарпатия деген партизан дивизиясын құрдық. Командиріміз әлгіде айтқан Кеңес одағының батыры полковник Александр Тканько. Дивизияның бір полкын мен басқардым. Сонымен Совет армиясы Карпатта алғаннан кейін партизандардың біразы соларға қосылып, көпшілігін Батыс Украинада кеңес үкіметін орнату үшін сол жерлерге қалдырып кетті. Мен енді қатты ойландым. Карпат тауында қала алмайтынымды білдім. Қасеке, ер туған жеріне деген көңіліңіз ел жаққа ауған болар. Әрине, елде әкем бар, шешем бар, асыл апаң бар, 3 балам бар еді. Олар соғыстың алдында қайтыс боп кетті. Өзімнің ойым елге қайтсам ба деймін. Елден кеткеніме 5-6 жылдай бопты. Күні-түні басқа ұлттардың ортасында жүргенде өз тіліңе де сар боласың. Сонда бар жоғы 26 жаста екенмін. Сіз үшін майдан жолы Карпатта аяқталған тәрізді. Елге қашан және қалай қайттыңыз? Бұл бір қызық хикая. Киев қаласында Ворошилов атындағы көшенің 18-ші үйінде Украинаның орталық партизандар қозғалысының штабы болды. Мені Карпаттан сол штабқа жіберді. Бұл жерде де бағыма қарай жақсы адамдар кездесті. Олар мені атақты партизан Ковпакқа қабылдатты. Оған барғанда менің айтқаным елге қайтайын дедім. Сондағы Ковпактың басқаларының айтқан ақылы мынау: Вася, сен еліңе қайтпа. Сен 4 жыл бойы қысы жазы бізбен бірге соғыстың, жау тылында болдың. Сенің істемегенің, көрмегенің жоқ. Сен бұл жерде талай өктемдік, тіпті партизандардың өзіне қиянаттар жасағансың. Сен қаталсың, батылсың, ойыңа келдігенді бірден істейтін адамсың. Біз сені жақсы білеміз. Саған дән ризамыз. Еліңе қайтпа дейтін себебіміз, сені еліңде ешкім білмейді. Білмеген соң түсінбейді. Еліңе барған соң біраз жүресің, содырлық жасайсың, түрмеге түсесің, сонда шіріп өлесің, дейді. Енді сені армияға жібермейміз. Сен үшін соғыс аяқталды. Саған қызмет береміз. Керек десең, отбасыңды да алдыртамыз. Сен алдымен соғыссыз бейбіт өмірде тұруға үйренуің керек. Содан 1-2 жылдан кейін өзіміз еліңе апарып табыс етеміз, дейді. Мұның бәрі олардың маған деген қамқорлығы мен ризашылығы деп түсіндім. Сөйтіп әрі сәрі боп жүргенімде Киевке ақын Жұмағали Сайын келді. Ол адал, бірбеткей адам болатын. Украинада партизан отрядында соғысып жараланып, ауруханаға түсіп, кейін елге оралыпты. Елдегілер, бұл қалай партизан болған? Ешбір құжаты жоқ, пәлен түгілен деген. Сондай қаңқу сөзден құтылу үшін ол кісі Киевтегі орталық партизандар қозғалысы штабына келген ғой. Штабтағылар: осында сенің жерлесің бар, партизан отрядының командирі демей ме? Штаб бастығы мені шақыртып, кадр бөлімі кабинетінде отырған Жұмағали Сайынмен кездестірді. Бұрын көрмеген адамым, жұпыны киінген, шағын ғана кісі екен. Жұмағали ағаңмен Киевте осылайша таныстық. 10 шақты күн бірге жүріп тұрдық. Ол құжаттарын түгендеп алды. Екеуміз сырласамыз. Елге қайтқың келмей ме? Дейді. Қайтқым келеді, бірақ мұндағылар әзірге жібергісі келмейді деймін. Елге шынымен қайтқың келсе,
бұл мәселені өзім шешейін дейді. Сол кезде мені Ровно қаласындағы ет комбинатының директорлығына тағайындап, соған жүргелі жатқанмын. Жұмекең Украинаның орталық комитетіне де, штаб бастығына да, бәріне де бір өзі барып, мені қызметтен босаттырып, өзімен бірге елге алып қайтты. Ол ақылды қазақ қой, қайтар алдында Украин үкіметінен, партизандар қозғалысы штабынан, Қазақстан үкіметіне мен туралы хат жаздырып алып, сол пакетті менің чемоданыма салдырды. Мұның мәнісін, пакеттің қандай пайдасы барын кейін түсіндім. Екеуміз 45 жылдың 1 қаңтарында 2 Алматы вокзалына келіп түстік. Жұмағалидің Калинин мен Фурманов көшесінің бұрышындағы бір бөлмелі пәтеріне бардық. Жұмағали мені бүкіл жазушылар қауымына таныстырды. Біразымен достастырды. Мен оны еш уақытта ұмытпаймын. Жұмағалиға қарыздармын. 41-42 жылдары біз жау тылында жүргенде тұтқын алған жоқпыз. Тұтқынды айдап жіберетін жерің, не қамап қоятын, абақтың болмаса не істеуің керек? Мысалы, қолға 50-100 фашист түсті дейік. Оларды босатып жіберсең, ертең қайта қолына қару алып өзіңді атады. Тұтқын алмаған соң не істейді деп ойлайсың? Оны жою керек. Біздер жау тылында жүрген партизандар, туысқан Украин халқын, Совет халқын фашистер қатыгездікпен өлтіріп жатса, атып жатса, кішкентай балаларының жүрегіне қанжар сұғып лақтырып жатса, соның бәрін көріп жүрсек, үйлер өртеніп өздері қан жоса болып сабалған, арып ашқан адамдар бізден құтқарыңдар деп көмек сұраса, адамда ыза кек болады. Оған қоса партизандарды халық кегін алушылар дейді. Сонда жауға өшігіп бізде қатыгездік жасадық. 41-42 жылдары біздің қатыгездігіміз фашистерден артпаса кем болған жоқ. Ал оны жазуға болмайды. Жазғанмен жарыққа шығармайды. Тіпті жазған күннің өзінде сені жауапқа тартуы мүмкін. Жау тылында заң, сот жоқ, судья да, прокурор да өзіңсің. Төреші де, тергеуші де азаматтық арың, ашу заң. Мысалы, 50 фашисті қолға түсірдік. 50 патрон шығындау керек. Бізге оны беретін Қызыл армия жау тылында жоқ. Сондықтан оларды қалай өлтірді деп ойлайсың? Адамды өлтірдің 100 түрлі әдісі болады. Адам табиғатынан жауыз. Оның үстіне небір жағдайларды көрген соң, амалсыздан өзің де жауыздыққа барасың. Сондықтан 43 жылдың басына дейін бастан кешкен оқиғаларымыз жазылмай қалды. Орыс әдебиетінде окоп шындығы дегенді кейінгі уақытта ғана көрсете бастады емес пе? Ал менің жазғандарым 43 жылдың ортасынан 44 жылдың аяғына дейінгі оқиғалар ғана. Мені біреулер роман, повесть жазды деп жүр. Оның бәрі өтірік сөз. Мен романда, повесте, көркем әңгімеде жазған адам емеспін. Мен басымнан не кештім, өз қолыммен не істедім, өз ойымнан не өткіздім, соның бәрін фотоға түсіргендей, еске түскендерін жазып жүрген адамын. Сондықтан менің жазғандарымның бәрін бұрынғы партизан отряды командирінің басынан кешкендері деп түсінуі керек. Басынан кешкен оқиғаларымның 70-80% енді жазылмайды. Менімен бірге о дүниеге кетеді. Оны жазбады деп оқырман қауым маған өкпелей қоймас. Фашисі бар, отанына опасыздық жасаған сатқыны бар, полицейлары бар. Өз қолымен қаншама адам өлтірдім. Демек мен қолы қанға бойлған адаммын. Қасеке, қан жібермейді демексіз бе? Кім біледі? Менің өмірімнің ақыры ауыр болуы да мүмкін. Өйткені қолы қан адам оның сазайын тартуы керек шығар. Бір кезде мен өзімнің бір кітабымда неміс халқына үндеу жарияладым. Еңбекқор, талантты неміс халқы. Егерде менің қолымнан қанішер фашистерін қаза тапса, маған рахмет айтыңдар. Ал егер менің қолымнан байқаусызда, амалсыздан, Гитлердің заңынан қорқып келген адал ұлдарың мерт болса, онда кешіріңдер мені. Мен оған кінәлі демеспін. Кінәлі Гитлер, фашизм дегенім бар. Сол айтқаным айтқан. Бейбіт өмірдегідей емес, адам соғыста тез өзгеретін шығар. Бәріміз де өмірге бір-ақ рет келетін жұмырбасты пенде емеспіз бе? Кімге де болса жан тәтті. Иә, адам өзгереді. Мен тумысымда қатал емес едім. Жұртта аяқ жедім. Бала кезімде далада жас шыбық жатса, түнде қорқады ғой деп ұйықтағанда қойным алып жататынмын. Кісі өлтіретіндей қатыгездік менің бойымда жоқ секілдеді. Соғыс бізді
қатыгездікке үйретті, текті оятты. Атыста аяушылық болмайды екен. Соғыс заңы қатал. Жас кезде жасаған кейбір тентектігімді есіме аламын да ойланамын. Осы мен партизан болуға ыңғайланып туған адам сияқтымын. Майданнан оралып, елге келген кезде қоғамда лишний адам сияқты өмір сүрдім. Біреулер, сіз осыдан жарты ғасыр бұрын батыр атағына ұсынылған екенсіз. Бір емес, бірнеше рет ұсынылыпсыз. Сіз соның күйігіне қалай шыдап жүрсіз дейді. Өз басым осы сұрақ дұрыс емес деп есептеймін. Адам болған соң, ең алдымен өзіңді тануың керек. Бұл өміріңде не істеп, не қойдың? Ал мен өзімнің не істегенімді әбден білген адамын. Айталық, баяғы бір кезде Бауыржан Момышұлына да, Рақымжан Қошқарбаевқа да батыр атағын беру керек деп жұрт айғайлап жүрді. Бірақ мен сонда көпшіліктің көзінше де, жиналыстарда да мына сөзді қайталап айтумен болдым. Баукеңе батыр атағының керегі жоқ. Оны табиғаттың өзі батыр етіп жаратқан. Халық солай деп қабылдаған. Мен де қартайып қалдым. Маған да ол атақтың керегі жоқ. Арамызда мына Рақымжанға берсе, әлі жас қой. Жасаған ерлігінің қызығын көріп, тағып жүрсе, сол жарасар еді, дейтімін. Бауыржан тастай берік, қарағаштай, қайыспайтын ерекше адам еді. Ол батырлығын да, генералдығын да ала алмады. Сол күйінде іштен тынып, үндемей кетті. Ол еш уақытта, еш жерде өкпе назын айтпайтын. Ал ішіп алған кезде, ашуланған кезде Рақымжан шыдамай айтатын. Ол екеуміз өмірде бір-бірімізге жақын болып, жақсы араластық. Мені жақсы көргенде Қасымаға дейтін, ал көңілінен шықпасам Қараю дейтін. Бірде менің кабинетіме аздап ішіп келді. Ол кезде жазушы баспасында директордың орынбасармын. Қасымаға менің герой атағымды бермеді деп күйінді. Мен орнымнан тұрдым да кабинеттің есігін жаптым. Рақымжан, сенің мынауың дұрыс емес қарғам. Мен сенен 6 жас үлкенмін. Мен мысалы 4 жыл Украина жерінде не үшін соғыстым? Сен конституцияны жақсы білесің. Конституцияда отанды қорғау әрбір совет азаматының қасиетті борышы делінген. Біздің елге фашистер шабуыл жасап, жаугершілікке ұшырадық. Бәрімізде отан қорғауға аттандық. Біреуінің қолынан аз келді, біреудің қолынан көп келді. Айтайық, біздің қолымыздан көп келген екен. Соны халқымызға, отанымызға сатуымыз керек пе? Бізге не только алтын жұлдыз, не только орден медаль беру, тіпті рахмет айтудың да керегі жоқ. Біз өзіміздің азаматтық борышымызды атқардық. Мынауың ұят болады енді. Менен басқа ешкім естімесін, деп құшақтап бетінен сүйдім. Содан ол, Қасымаға, мұныңыз дұрыс екен, деді. Бауыржан да, Рақымжан да о дүниеге арманда кетті. Одан кейін маған халық қаһарманы атағын берді. Мен сол атақты алғанда қуанды деп ойламаңдар. Халық қаһарманы белгісін кеудеме таққанда сыр бермей шыдадым. Үйге келдім. Келдім-дағы есікті бекітіп, оңаша отырдым да бір бокал коньякты ішіп алып, кеп жыладым. Қатты күйзелдім. Ана екеуін о дүниеге жіберіп, өзім тірі қалып, осы награданы әдейі күткендей болдым. Өзімді солай сезіндім. Шынын айтқанда, бұл жұлдыздың маған керегі жоқ еді. Маған партизан Қасым Қайсенов деген атақтың өзі де жетеді. Кейін Рақымжанға халық қаһарманы атағын берген күні тағы да жыладым. Өйткені аз да болса, оның аруағы алдында арым тазарғандай болды.